Бүгін мен сіздерге песочный самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Мені қолдап, лайк, коммент жасай кетіңіздер. Ең алдымен 1 кг ұнымызды аламыз. Және 1 стакан салқын су, 2 жұмыртқа, 1 чайный ложка қант, 2 чайный ложка тұз, 2 чайный ложка яблочный уксусты құйып араластырып аламыз. Енді 60% щедролета маслосын осылай теркадан өткізіп аламыз. Мен бұл жерде 380 грамм май қолдандым. Енді жақсылап июын қандырып отырып, қамырымызды илеп шығатын боламыз. Яғни бұл самсаның бір ерекшелігі, қамырын жайып отпаймыз. Осылай жақсылап июын қандырып, 15 минутқа тындырып, самсамызды істей береміз. Енді салмасын дайындап аламыз. Бұл жерде мен тауықтың фаршын және картошка, лук, тұз, бұрышын және кішкене сұйық майды құйып, салмасын дайындап алдым. Сіздер өздеріңіз не салғыларыңыз келеді, ішіне салып жасай бересіздер. Енді кезекте оны июі қанған қамырымызды аламыздағы қажетті мөлшерге бөліктерге бөліп алып, самсамызды осылай түйіп шығатын боламыз. Міне мен осы жасаған қамырымнан 50 шақты самса шықты. Яғни бір қонақты күткенге жетеді. Жасап көріңіздер. Өте ерекше дәммен шығады екен. Міне осылай самсаларымызды түйіп аламыз. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, күнжетті осылай сеуіп шықтым. Енді 40-45 минутта пісіріп алатын боламыз. Ас болсын.